Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалар сүйіп жейтін сосиска в тесте жасайтын боламыз. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдымен біз қамырын жасайтын боламыз. Ең бірінші міндетті түрде жылы сүт қолданатын боламыз. Жылы сүтімізге 1 чайны ложка тұз және де 3 чайны ложка қант қосатын боламыз. Барлығын тұз мен қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Содан соң 1 ас қасық дрожж саламыз. Мен мұнда 2 шай қасық салдым. Үлкен қасықпен 1 ас қасық саламыз. Салып тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сұйық май құйып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Және де келесі кезекте міндетті түрде алдын ала електен өткен ұнымызды кезекпен сала отырып, алдымен осы венчиктің көмегімен араластырып аламын. Және де ең соңынан қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де тегін лайктарыңызды аямай басып, пікірлеріңізді қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қыздар, осылайша жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алдық. Жақсылап иін қандырып илеп, жұп-жұмсақ етіп, бетін пищевой пленка немесе пакетпен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Мінекей қыздар, менің қамырым 1,5 сағаттың ішінде көтеріліп шықты. Ешқандай да ұнның қажеті жоқ. Қолымызды майлап алып, қамырымызды алып, столдың үстінде жұмыс жасай береміз. Қамыр столға ешқандай да жабыспайды. Қолыңызды майласаңыз жеткілікті. Осылайша қамырымызды енді кезекте жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың да емес, орташа 2-3 см етіп жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң пышақтың немесе арнайы қамыр кесетін құралғы болса, соның көмегімен жақсылап әдемілеп кесіп аламыз. Мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Келесі кезекте бізге сосиска керек болады. Өзіңізге ұнайтын кез келген халал сосисканы қолдана береміз. Келесі біз осы қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай сосискаға тек қана орап шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте оңай жасалынады. Осылайынан орап шығып қоя береміз. Біздің осы жасап жатқан қоспалармен бізде кемінде 12-13 штук сосиска в тесте шығатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыры жұп-жұмсақ, керемет болып шығады. Арасы піспей қалады деп қорықпаңыздар. Өте керемет әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен де қамырын жасап көріңіздер. Осылайша барлық сосискаларымызды орап аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана осылай айналдыра орап шығамыз. Мінекей қыздар, барлық сосискаларымызды дайындадық. Келесі кезекте 1 жұмыртқамызды алып, осы қамырымыздың үстінен барлық жеріне тигізіп жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаны жағып болғаннан соң, егерде қаласаңыз, ұнатсаңыз, кунжут пен мак сепсеңіздер де болады. Мен екеуінде араластырып сеуіп шықтым. Қаламасаңыз, қоспасаңыз да өте керемет дәмді болып шығады. Қыздар, сосисканы міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-45 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Пешіңіз қатты қызып кетпесін, қыздар. Тез пісіп қалса, арасы суланып қалатын болады. Сол үшін де 170-180 градуста 35-45 минуттың аралығында пісірсеңіз, өте жұмсақ әрі арасы ешқандай да суланып қалмай өте керемет болып шығады. Мінекей қыздар, осымен біздің сосиска в тестеміз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет.